Тауық неше? Не болған кеше? Бақа! Ей, тұршы! Не болды? Сенден сұрайын, не болды кеше түнде? Асылбектің туған күні болған жоқ па? Асылдың туған күні болды қайтпақшы. Асылдың өзі қайда? Білмеймін. Ей, тұр, Асыл табу керек. Хозяйка келеді, өлтіреді көне жинайық. Тұр, тауық қайдан келген? Бақа! Тапқан сияқтымын мен. Кім денесін ау? Кім денесін еш қумашы. Асылбек қой мынау. Асылбек, вставай! Кімсіңдер сендер? Кімсіңдер деген не сен? Неғып жүрміз біз жақта? Айбай басым, білмеймін. Асылбек, сен далада 40 градус ыстық не айдал жамылып ағасың? Бастың дәрісі бар ма? Минералка ма? Кәз, мен алып келем. Бас алып кетті ғой, қазір мен бір-екі нәрсе ұйымдастырып жіберейші. Ей, сен ұйымдастырмай қойшы. Көрдік қой кешетінде қалай ұйымдастырғаныңды. Ей, сабыр, биноман айтып жатыр, мен бір-екі нәрсе ұйымдастырып қарны ашып кетті ғой, ақша істеп алайық та. Бинома деген анау емес па телеграмнан қосымша табыс істеп жүрген? Иә, мен сояқта биноманмен қалай табыс табу керек екенін айтамын ғой. Ей, айта бермей көрсетші онда. Иә? Қызық болып отыр ма? Онда қазір сенің көзіңше мен успешный сделка істейтін болам, қара. Вот, көрдің ма? Ё-моё, Асылбек. Кәс дедің мен ана? Кәс үшті? Я! Ссылкасын жіберші маған Асылбек биноманың. Менде ақша істегім келеді, ақша артықтық етпейді ғой. Ссылкасы осы видеоның астында тұр. Соған кірсең, бинома платформасының ішінде бинома блог деген раздел бар. Бұл үлкен білімді қажет етеді. Стратегияларды, сол видеоларды көріп үйренсең болады. Және де демо счет деген бар. Рисковать етпей, алғашында сол счетпен жұмыс істесең болады ғой үшін. Асылбек, мынау сын ғой білесің ба? Айналсам мен Асылбек. Айналсам. Болды. Бірақ біріншіден Асылбек, аман есен шығып алайықшы мына жерден. Есіміз жинап айналсам. Болды. Бақа, кәсірім. Бақа! Асылбек не үйреткен қарасай? Ұрмайсың ба? Теппейсің ба? Бетінен тырнап алмайсың ба? Шашынан жұлмайсың ба хотя бы? Бойдақ кезде болады ғой, бір қыздармен сөзге келіспей қаласың да, кәдімгідей төбелесіп, шашынан жұлып, ұрай бұрып тастайтын. Сонда ондай болмаған ба сонда сенде? Жоқ, болмаған. Мен осы ауылдың бүкіл келіндерін бұлай ұстаймын, бұлай ұстағам осы уақытқа дейін. Зүлпәнді талай мамалатқам, даже апалатқам мен. А сен болсаң мына отырсың, какой-то Зүлпәннің келінен таяқ жеп, көзін көгеріп. Позор болдық қой бүкіл ауылға. Сен не істеп жүрсің, не қарап жүрсің сен? Екеуің итпен мыс құсап төбелестіп, рахаттан деп отыра бергенше ажыратпайсың ба екеуін? Ятсыздар. Бүкіл ауылға мәлім болдыңдар ғой? Сендер адам болам дегенше ше, ада болып тынат шығармыз. Ешқайда бармайсыңдар бұдан кейін. Омалып үйде отырасыңдар ана балаға қарап. Мен көгертпеген көзді Аруханның қатын көгертеді деп кім ойлаған, е? Көше. Ей, көзіңе дақ түссе де көңіліңе дақ түспесін. Қалай нормально ма, көзіңе ауырып атқан жоқ па? Бұдан кейін сол Аруханмен вообще араласпай қойшы. Жалпы осы семьямен вообще араласуды қоя салшы, болды керек емес. Қумашы? Сен таяқ жеп қалды деп араласпай кетем ба? Қой кеттім я оны рыбалке. Амин, Аллаху акбар. Астыма мінген атым Динадушка Шабамын көңіл ашып немін үшке
Не стоит на свете жить и туге Азырақ ойнап күлмей молодушка Зулқия и Руқия и Хатира и Сағира Гүлзипа и Назира и Нағима и Бәдимай Мен сенен мындай вообще күтпедім. Мама, енді мен әдейі естіген жоқпын ғой. Өзі ғой бірінші бастап сөзбен жеп қойған мен. Молодец, әкелбесті. Қалай ұрғазың, бұрын соң қара деген ма бір нәрсеге қатысқазың ау дейм, Я, мам, енді бекерден бекер. Қанша жылдан бері каратэге қатыспаған шығармын. Қорқу керек екен сенен. Не ғой? Бұл менің арманым еді ғой. Кәдімгі рахаттанып отырым бар ғой. Ананың көздеген видеодан көрдім, кәдімгі тәубе пісіп кеткен ғой. Гүлжаннан қаншама жылға ала алмай жүрген ақым еді ғой бұл менің. Молодец, через келінім арқылы ақымдап жатырмын. В общем, бетеміз. Қазір Гүлжан үйіне барамыз. Мен Гүлжанның, сен Айдананың басына плотно түсініп тұрсың ғой, в общем, барып қайтайық. Кеттік, жүр. Алло, досым, қандайсың? Сарлау ғой өзіңше. Жасылдау. Кеше не болып кетті өз? Ой, не болғанда айтпа, қатындардың тіршілігі ғой, білесің ғой, постоянно сондай олар. Бір идея болып тұр ғой? Қандай? Балыққа барып қайтпадық па бір? Зор ғой, зор мынау деген. Орыстар ұқсап, өзіміз демалып. Қазір күте тұр онда мен қармағымды алып шығайын, Алып шықсай тез. Кеттік. Оң жақ. Тура ана жауырыным көз тиген ау. Гүлжан! Қалайсыңдар? Жақсы, жүріпсіңдер, келіңдер. Менің мына келінім демеймін, қызым ғой енді. Сенің мына келініңді ұрып жіберіпті. Яғни таяқ жеген, келінің. Соған кешірім сұрай келгенбіз. Біздің келін таяқ жемеген. Біздің келін просто сенің келініңді аяғанда жаңа түскен келін болғаннан кейін. Наоборот, менің келінім сенің келініңді сыйлаған. Ато мынауыңды тағы 1-2 мәрте ұрғанда нокаут құлайтын еді. Әлсіз ғой сенің келінің. Әлсіз ба? Давай онда біз келіндерімізді жарыстырайық. Қайттан төбелесек деп тұрсың ба? Ой, сор, мынауың құлайды ғой дағы 1-2 ұрса. Реванш сұрап тұрсың ба сен бізден? Біз төбелестірмейміз. Не істейміз? Мына келіндердің бұл өмірге келгендегі мақсаты қандай? Міндеті қандай? Сол бойынша жарыстырамыз. Мысалы, тамақ істеу, қамыр илеу, сәлем салу, баланы жұбату, есік алдын тазарту. Онда біз жақтан қайыппен аруған шықсын. Үй жұмыстан өлтіреді екеуі жабылып. Тетек боп қалғасын ба, Зүлфан? Қайып сен келінің ба? Байын ғой сенің. Мен 2 келін айтып жатырмын. Екеуін деп жатсың да, Я. Бопты мақылы, кім қазылық етеді екеуіне ал? Мен қазылық етем. Чё мен саған тақияңа тармын ба не? Ой, сорды бұрып жібересің ғой сен өзің келінге. Мен келін ұтылып қалады сосын. Мен болайын да, мен болайын. Сен не бұрмайсың ба не? Мен бармаймын мен. Түзеу кетемін мен. Ұрам олайын, екеуіне де қарамаймын. Сіз шығып кеткен приколдарыңды айтпашы, Зүлфан. Давай битейік. Осы ауылдың ең мықты қазылар алғасын шақырайық. Күн әпше. Айда қоясың ба арасында? Қорықпа, күнде өтіп жүрген көпірім ол сынбайды, уайымдама. Аударылып атпайық? Аударылмайсың, не қорқа бересің? Тамыр қазір осы жерден аулаймыз балықты. Ағын суға мынау балық бар ма бұл жақта? Осы новичок балықшылар өшсесіңдер қойсыңдаршы. Сендер қателесесіңдер. Ағынға қарай жүресіңдер бүйтіп. Күтсей осы жерде. Ағын су ғой бұл деген. Балықты өзі бүйтіп әкеп береді саған. Просто шетінен бүйтіп фук деп лақтырып отырсаң болды ғой. Жүгіріп баратқан балықтар жолдан сап аламыз десе өпшім. Анау гаишник тұрқсап қалған сары балық оңғапталға деп тұра бересің ғой кәдімгідей. Смело бұл жерде. Қашан кейбірсің сен, как будто өзің балға болып жүрген құсап бір өзің. Күнде келем ғой досты. Ешкімге айтып қойма, мен мына жерде бар емес па? Мынандай балық, мынандай керек болып. Бейткен, бәрін ұстағам ғой мен осы жерден. Айта берсін көп балық, жүр. Анауыңды қоясың, ана неңді алдың ба? Удочканы. Бүгін ерекше сайыс. Келіндер сайысы.
Біздің ауылдың келіндері қаншалықты мықты. Соны байқайтын боламыз. Әрине келіндерімізге қазылық ететін ауылымыздың еңбек сіңген енесі 36 бірдей келіннің басына орамал жауып, батасын беріп, бетін ашқан күнәпше. Ол мен. Сайысымыздың шарттарымен таныс болыңыздар. Бірінші, сәлем салу. Келіндеріміз қаншақты еңкейеді, қаншақты иіледі, соны байқайтын боламыз. Екінші сайысымыз бала жұбату. Ол кез келген келіннің міндеті. Және соңғы, үшінші сайысымыз ет асу. Біздің қазағымыздың ұлттық асы. Етті қалай асамыз? Тұзын қанша қыламыз? Сорпасының дәмі қандай? Оның ішіне не кіреді? Ұнды немен иледіңіз? Ішіне не қостыңыз? Картошкасы қандай, сәбізі қандай, пиязы қандай? Бәрін тексеретін боламын. Ал ендеше біз бастаймыз! Кеше әйелдеріміз қырылып қап, сәл бір түрлі болып қалды, ә? Оның бір түрлі ештеңе жоқ. Әйелдерді білесің ғой, бір-біріне сәл ұнамай қалса болды, бет жұлысып, айқайласып, қырлап та жүреді олар. Бірақ түсінбейсің әйелдерді. Бірақ менің әйелім кеше алып қойды сенің әйеліңді. Енді дұрыс қой енді. Менің әйелім просто не конфликтная, да? Конфликттен қашады ол. Нәзік. Она добрая. Она мудрая. Слабая да қойсайшы арасында. Сен кенжең, жас қой енді, дұрыс қой. Сәл еркек шоралау ма? Еркек шоралау болса да, жақсы төбелесе де, мағадыс, риза болдым. Кішкене сәл қорқып қалдым бірақ кеше. Абайла. Қоя берсің. Балық түспей кетті ма? Мен бағанадан бері немен айналысып отқанымды қарап отқан жоқсың ба? Құр қармақты бүйтіп қойғаннан дым болмайды ғой, мынанда жылқысын өткізіп, басына ана балықтың аузына кіретін қойып істесей сәл. Айтпайсың ба соны енді бағанадан бері? Сұрасаңдар, білмейтін болсаңдар, сұрамайсыңдар ғой сендер. Келіп алып қармақты қойып балық түспей ме деп қояр. Қалай түседі? Қарағым айналайын черный көзім, никогда не забуду айтқан сөзім. Второй сорт, третий сорттар толып жатыр. Первый сорт қайдан тудың сенің өзің. Зұлқия, юрқия, қадирай, сағирай, Күлдипай, назирай, нағимай, бәлимай. Әшекей қыз айжанай, бәлекей қыз балжанай, шашбаулы сәлимай, еркелеген тайсай, толық сұлған Марусей. Я люблю тебя. Астыман мінген атым ең адушка, шабамын көңіл ашып нең өлішке. Не стоит на свете жить етуге. Мен адвинім. Эй, мұны... Қадирай, сағирай, Күлдипай, назирай, нағимай, бәлимай. Әшекей қыз айжанай, бәлекей қыз балжанай, шашбаулы қыз сәлимай, еркелеген тайсай, толық сұлған Марусей. Я люблю тебя. Қалай екен? Қандай екен дәм? Айтып отырмын ғой, күшті Мекелді мықты жасайды. Өлтіреді. Аха. Онша емес пе екен бұлардікі?
Асеке деймін да. И так балық түсіп атқан жоқ. Тағы бір армандап көрейікші, осы кезде алтын балық ұстап алсақ не болады екен? Қандай іштілік тілер едің мысалы, айтшы. Мен ойлап қойғам ғой, бұны ойлашы. Іштілік дайындап қойғам ғой. Любой адам ойлайды, алтын балық ұстаса не істейді деп ше. Мен айтатын едім, бірінші тілегім дөу үйім болса дейтін едім. Екінші тілегім бір мощный машинам болса дейтін едім да. Осы екеуі келеді ғой. И үшінші тілегім мықты трейдер болып кетсем дейтін едім ше. Трейдер бар ғой, трейдингімді дамытып, анау-мынау білімімді сол жақтан арттырып, биномымен ше, көп ақша ұстап, курс ұстап, бизнесмен яқта ақшаң жүре береді. Мен яқта үйім бар, машинаң бар, зор ғой өмір. Мен сенің орында болсам, ана үшінші тілекті өзгертетін едім кішкене. Салқын бір шиша тілейтін едім, ойпырым, ой. Шиша дейсің бе? Иә. И так армандап отыр ғой, алтын балық та жоқ, тілеп көресіз ғой просто. Бір тілегіңді бір шишаға айырбастап жіберем ба? Ой, сорлау, қаншама мужиктер бір шиша үшін үйін айырбастап жіберіп жатқан жоқ па? Мықты. Кейде бір осындай әңгімелер шишаға кетіп қалған кезде ішімде жазушым оянады ғой меніңше. Арухан мырза, мынаны оқып жіберіңіз деп айта салады ғой. TikTokқа жазып сап қоямыз ба? Давай. Ей, айтсай тілегін тілеп көрші, бір тілеп көрші. Мақыл ал. Алтын балық үшінші тілегім шиша, бір шиша. Ой, патшағар! Әкеп қойғасың бе уже? Ей, дайын тұр ғой, ағын судың бойында мұп-мұздай болып тұр ғой. Бағана саған айттым ғой мен, нандай балық ұстағам деп ше. Ай, осы ғой сол. Мынаны судың астында бар емес па? Жатыр 0,5 литровый, 2 литровый ящикпен бітпейді мынау, мен саған айтайын ба? Тем более ана мальчишник жуам дедім ғой саған. Соны осы кезде ұрып жіберейік та бірден. Өз ара, иә? Иә, осы саған балық деп тартып алып келем да, әр жағынан осы ғой сразу. Кезей. Саған бар ма кән оған саған? Ой, міне. Вах. Мен жемеймін мен. Не үшін жеймін? Қойшы. Қинамаңдаршы мен. Ой, қайып, біз білуіміз керек болып тұр да қазір. Жеші, пожалуйста. Неге мен жеуім керекпін? Ой, шешімін анықтайтын, жесі екеуін біреуін жеш болды дейсіз, бұш? Сені күшті анықтайды деді ғой, осы дәмдерді күшті ажыратады деді. Қайсытады деміз. Көш, давай. Бошы. Мақылау. Көрейік. Бош. Нан, давай. Қалай екен? Біраздан да жеп көрші. Не болды? Білмеймін. Дәмсіз бейт аузым вообще. Ой, сау. Көрші бар. Адам сияқты шешет деп шақырса, екеуміз жек көрейік. Мына шешімін анықтау керек бізге. Давай. Сен мен кіндейм, мен сен кіндейм. Немеге? Жоқ, білмейміз ғой екеуміз былай. Бопты мақыл, мен сен кіндейм онда. Еттен жекші. Нормально? Нормально. Gel. Алып қойып. Қиналма, аяғын түсірші. Ей, суға түсіп кетеді аяғым қазір. Мен ұзын ғой сенкіне қарағанда, тимейлі, түсірш. Түспейді екен ғой. Досым білесің ба? Мен қорықтым ғой. Сені үйленбей қалама деп, мәңгі бақи ешекпен жүрема деп қорықтым ғой мен. Үйленбейді ау осы голубой ау деп ойлап қорқып үйлендіге. Досым, сен қорқа бермейше, өзімнен бір сұрамадың ба? Сен сондайсың ба деп, сыртымдан қорқа жүре берсін досымды. Қуана бер, бірақ мен саған ренжіп қалғам, бетіңе айтайын осы жерде. Не үшін? Неғып айтпағансың маған сен? Үйленген деген рахат екен ғой деп айтпайсың ба? Қазір мысалға салып қойып жатырмын. Нені? Нені? Төсекті да? Келіншегім төсек салып қойып, бұрын жерге жататын ғой білесің ба? Жақсы ғой, салып қойып. Ақуа, оф. Досым, қазір қатындарымызға барайық біз. И оларды бар емес па ше, жақсылап тұрып татуластырайық. Дұрыс айтасың.
Олар екеуміз дос кезде не үшін қырылады олар? сол ғой. Барайық, қатты айтайық. Ұрсып айтпасаң, олар түсінбейді. Ұрсып айтпасаң түсінбейді олар. Сол, оларды бар емес, баша досым, татуластырып жіберу керек қой. Иә? Кет. Жапшы аузыңды. Баламмен жарысып айқайлаған дес. Маған да осы сен сияқты система жасап құтылып кетсем зор болар еді. Бармана кабинетке жаман болар. Сол үшін құйрығыңды қысып жүру керек еді да. Құйрық қыспағандарды құйрықпен қинайды екен ғой негізі. Осы неғып қайып уланып қалмады? Ол ше, постоянно 100 грамм мұрып жүреді ғой. Содан болды ау деймін, ударымады қоған. Ол бессмертный кощей ма бір нәрсе, ол удармайды қоған. Ол бар ғой, қамырын ғана жеді ғой, білесің ба? Біз ет жедік екеуміз. Ана негізі қазір еттерге у қосып жатыр деген еді, сол еттен уланып тұрмыз ғой біз негізі. Еттен болып тұр ғой негізі. Күнәпшеде ет жеген еді ғой. Қалай күнәпше? Нормальный ма? Жақсы күнәпше, менен кейінгі бөлмеде жатыр ғой. Жақсы. Масқара болып қала жаздады қоя, біреудің өмірін құртып жіберейін деп қал. Тыныш, сол қысып бір жерімізді келіндерімізге ақыл айтып, бір-біріңнен ұрыспаңдар, тату болыңдар деп айтып отыратын орнына шақыстырып, жарыстырып теттік біз басып, ізімізді басып келатқан екеуі келіндеріміз ғой, ақыл айтып отырсақ болады, қуамыз ба, теттік біз ба, бір нәрсе. Екеуін жарыстырып жүрміз, жындадан қысып. Енді мына отырмыз, біреуміз системада, біреуміз ана бөлмеде. Не үшін екен? Сіздерге келдік. Тамаға келдік. Сендер біз жатайын деп жатқан жоқпыз ғой, қазір бізді системаны құят жібереді ғой. Шығамызға бір сағатта. Не тамақ екен? Не тамақ анау? Нарын. Өле сонда жаңа уланған қамырды турап бізде нарын қылып әкеп тұрсыңдар ма екеуің? Жоқ, кафеден әкелдік қой. Кафеден ба? Бопты қазір шыққанда жейміз онда. Не қыңдар? Сыртта күте тұрыңдар, бітсін қазір. Шығамыз ғой қазір. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim.